Ауыл шаруашылығы техникасын басқарған мұғалімдер мен студенттерден құралған салтанатты шеру Шелек политехникалық колледжінен бастау алып, ауыл әкімдігінің алаңына дейін сап түзеп жүріп өтті. Шараның негізгі мақсаты жұмысшы мамандықтарының қоғамдағы беделін арттыру. Шеруден кейін алаңда мамандықтар көрмесі ұйымдастырылып, студенттер кәсіптік саланың қыр-сырын таныстырды. Студенттеріміз аймақтық WorldSkills жарысына қатысып, 3 жүлде орын алды. 2025 жылғы 13 маусымда Шелек политехникалық колледжінің базасында облыстық мамандық фест аймақтық фестивалі өтті. Шараға колледж және мектеп директорлары, Еңбекшіқазақ аудандық мансап орталығы, әлеуметтік серіктестер, еңбек әулет өкілдері, блогерлер, бақ өкілдері, Шелек ауылындағы 9 мектептен оқушылар, барлығы 350 адам қатысты. Шара барысында білім беру саласындағы жетістіктері мен қоғамдық өмірге белсене қатысқан үшін әлеуметтік серіктестер, өндірістік оқыту шеберлері, білім басқармасының алғыс хаттарымен марапатталды. Мамандық фест аймақтық фестивалі колледждерде білім алғысы келетін мектеп оқушыларына кәсіби бағдар беретін ауқымды шара болды.